кітап оқу туралы кез келген адам біледі, оның құдіретті екенін, керемет екенін, сөз саптауы, ойлау деңгейі бәрі ерекше болады. Оған аса тоқталмай ақ қойып, мен соңғы өзімнің оқып жатқан 10 кітабыма тоқталып өтейін. Негізі біздер қазақ әдебиет пәнінен сабақ беретін болғасын, жаңа программаға байланысты жусан иісі Сайын Мұратбеков мектеп программасында бар, сосын оған қосымша балаларға оқуға кеңес беріп, библиотека кітапханамен тығыз байланыс жасап келіп, балалар да оқиды, өзіміз де жиналып алып оқимыз. Одан кейін Төлен Әбдік Парасат Майданы, бұны осы оқушылар болып бірге оқып талдап, бүгін ғана біздер Тағдыр Хадиш Мадиловтың Тағдыр романын талдап өттік. Мұхтар Бес анық Екібастан ол әрқашанда үйде де мектепте де жұмыс жөнінен түспейтін бірден бір зор кітап Бес анықты. Осы біз мектептің кез келген оқушысы сұрапсаң, ол айтып бере алады Бес анықтың не екенін. Осы Мұхтар мен қазақпын деген адам бес анығын білу керек деп жақсылап тұрып түсіндіріп айтып кеткен кітап. Одан кейін кешегде осы біржан сал туралы өтіп жатыр. Балдар апай сал деген не дегенде өзім ақ осы сал деген сөздің этимологиясы қайдан шығып кеткен деп Алкем Арланның қазір мына сал серілер туралы жазған кітабында оқып жатырмын. Сосын кешеге бір оқушыны Машһүр Жүсіп Көпеев туралы ғылыми жоба жазып, сол кезде осы Машһүр Жүсіп Көпеев туралы көптеген ізденісте болып, соңғы осы 3 кітапқа тоқталып өткім келіп отыр. Ол осы үй дүние және Машһүр Жүсіптің тылсым әлемі, сосын Машһүр Жүсіптің өзінің жинақтаған, жазып кеткен аңыз әңгімелері. Негізі осы мектеп бойынша Бес анық әдеби клуб құрған едім 3 жыл бұрын, жайлап жұмыс жасап келе жатырмыз. Онда біздер ата-аналар, оқушылар, мұғалімдер болып кітап оқып, талқылап, өзара шаралар өткізіп тұрамыз да. Бірақ осы ай дегенде Ақтөбеде кітап оқырмандар, кітапқұмарлар клубы бар. Соған да қатысам. Олар соңғы осы Альбер Камю Оба деген оқуға берді. Оны да оқып аяқтауға жақын қалдық. Осы сені талдауға барамыз. Онда мына кәдімгі дерт, оба дерті бар, сол туралы жазылған екен. Сосын кешегіде Тобық Жармағамбетов отамалын оқыдық. Ол да бір онлайн чатта да кітап талқылай береміз. Сонда бір мына Өмір Өзен деген бір чатта осы Тобық Жармағамбеттің отамалысын талдау керек болды да, оны да кеше ғана оқып бітіргенмін. Енді сонымен негізі мына Машһүр Жүсіптің слайдында бар ғой, сонда ақындықтан бөлек оның әулиелігіне, жаңағы қисса аңыздарына көбірек тоқталып өткім келеді. Машһүр Жүсіп бәріміз де білеміз, көзі тірісінде ол өз-өзіне мола дайындап, көрін қазы дайындап, және де ұмытпасам 21 жылға денесі шіріңе сол күйі тұрғандығын Дихан Әбілов өзінің осы кітабында жазып кеткен, Машһүр Жүсіптің тылсым әлемі деген кітапта жазып кеткен. Кейіннен сонда кеңес дәуірінде трактормен өзі де барып көрген, Дихан Әбілов өзі де бір жол түскенде барып көрген, сол күйі жатыр дейді, тірі адам сияқты кәдімгідей жатыр деп өзінің осы кітапта келтіреді. Кейіннен кеңес одағында келіп, аяусыз трактормен итеріп, кесенесін жоқ қылып, сол кезде барып жер астына, жер қойнына денесін берді ғой. Сол көзі тірісінде үлкен баласымен келе жатқанда қарындары ашып бір жерге жатады. Сосын қазір көргендеріңізді таңғалмаңдар, алдарына келген астарын жеп отыра беріңдер деп айтады. Содан бір кезде қарайды, бір керемет алтын атты ақ киіз үй ішіне кіреді, мәссаған